Яссауи жайлы қиссалар кітабынан пақырлық хикметі. Хақ сыпырасын жайып Әзірет Сұлтан әдеттегідей сұхбаттасып отырды. Бір шәкірті: «Тақсыр, пақырлық жайлы жиі айтасыз, оның хикметі не?» деп сұрады. Яссауи: «Пақырлық дидар талап ерлердің көңіліне ғана өсетін киелі ағаш. Оның бұтағы ақыл, тамыры хидаят, жемісі жомарттық, көлеңкесі қанағат, діңгегі ынтызарлық. Ағаштың жапырағын сипап көрген жан ізгі амалға құмар болады. Діңгегіне сүйенсе, иллахи сырдан үлес алады. Көлеңкесінде саяласа, ақиқаттың ышық махаббаты жүрегіне түседі. Жемісін жеген момындар мәңгі бақи қартаймайды. Бейнелеп айтсақ, пақырлық түпсіз дария. Оның бастауына да жете алмайсың, соңы да жоқ. Жәбірел періштенің өзі 1000 жыл ұшып, түбіне жете алмаған. Әзіреті Мұстафадан басқа бірде-бір жан иесі оның соңын көрген емес. Мүбәрәк пайғамбарым миғражға ұшқанда Тәңірі 18 000 ғаламның нығметін көрсетіп, «Хабибім, қалағаныңды ал» дейді. Пайғамбар жәннаттың сансыз нығметін көрсе де, ойланбастан пақырлықты таңдады. Осы ерлік үшін Тәңірі оны дәргейіне қонақ етіп шақырды. Нәбиіне бұлай деп өсиет етті: «Үмбетіңе айт, менің жамалымды тілесе, пақырлықты аманат етіп, өзіме қайтып әкелсін». Бауырлар, тіршіліктен ғибрат алыңдар. Адам шаранамен туады, өз ораны өтеді. О дүниеден бір сабақ жіпте әкете алмайсың. Мүбәрәк миғраждан оралғанда пақырлықтың хикметі жүзінде нұр боп жанып тұрды. Оны ең бірінші байқаған Әзіреті Әли еді. Сондықтан да пақырлықтың Әли алдына жан салмаған деп жауап берді. «Тақсыр, мал жинамасақ, дүние қумасақ, бәрін тәрк етсек, сіңірі шыққан кедейге айналып, дүниеден бас кешіп кетпейміз бе?» деп сұрады екінші бірі. Пақырлық дүниені тәрк ету емес. Пақырлық мал мүлікті ілімнің жолында аямай қарыштау. Дәруіш ілім қуалайды, байлық дәруішті қуалайды. Кедейлік тәннің сыртында емес, ішінде болады. Нағыз пақыр атану үшін мүбәрәк пайғамбар сияқты өмір сүріңдер. Пақыр болу, жомарт, шыншыл, кішіпейіл болу. Кісіден бұрын асқа қол созбау, әдептен озбау, тойып тамақ ішпеу, жоққа сабыр, барға қанағат ету, ойға батып, тағат үзбеу, қатесіне өкіну, тағдырдың сынағына көну, өзіңді мақтамау, өзгені даттамау, Алланы үздіксіз ұлықтау, құмарлықты құрықтау, бұйырғанға тәубе қылып, баянсызды тәрк ету. Кімде-кім пақырлықты осы мақамда меңгермесе, өз обалы өзіне. Ондай пенде хикметсіз пақырлықтың құрбаны болады. Құты қашып, берекесі шашылған, тағдырына ие бола алмай, тақыр кедей болып өмір сүреді. Кім көрінгеннен дүние дәметіп, қайырсыз қайыршыға айналады деді. Авторы Санжар Керімбай.